Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге кешкі асқа осындай өте дәмді, қамыры жұмсақ болып шығатын ораманнан жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен салмасына пиязымызды осылай өте ұсақтап турап аламыз. Тартылған етпен қосып бірге араластырамыз. Және де қалауыңыз бойынша арасына картоп немесе асқабақ қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және бір қасық сұйық май қосып жақсылап араластырамыз. Қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа және бір стақан суға тұзды ерітіп ыдысымызға құямыз. Жақсылап араластырып, шамамен бір қасықтай сұйық май қосамыз. Ендеше үстіне ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне бізде осындай кішкентай 2 суалақ қамыр шықты. 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Содан соң қамырымызды өте жұқалап жаямыз. Қамырымызды жайып алдық, оның үстіне сұйық майымызды жағып, содан соң салмамызды салып шығамыз. Осылай дөңгелетіп орап шығамыз. Манты қазанымыздың астын майлап, қамырымызды орналастырамыз. 40 минутқа газге қойып пісіріп аламыз. Міне достар, біздің ораман нанымыз өте жұмсақ, керемет болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де видеоларым ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Уақыт бөліп қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақбаян.